Сәлем оқырман. Гуджан болса кеше Анна Данченкоға жаңа интервью берген болатын. Шыны керек өзім қарамадым, бірақ бір пікірді байқаған болатынмын. Сол интервью бергесін көрермендер Гуджанның бір сөздерін түсінбей қалған екен. Осындай пікір қалдырған екен: сен Заринаны итке теңедің бе? Сен сол жерін өзің тыңдап көрші қайталап. Бұл енді адам ғой деп айтып жатсын. Итке теңегенше одан да басқа бір нәрсеге теңемедің бе? Зарина саған еш қашан жаман нәрсеге теңемепті дейді көрермен. Гуджан болса осыған жауабын берген болатын: мен адамды еш қашан жамандамаймын деп. Наконец-то мне идем, Алматыға оралдым. В общем, қараңыздар, көп адамдар соңғы интервьюда айтып жатыр, типа Заринаны итке теңедің ба, анау мынау деген сияқты. Короче, сол сұраққа жауап бергім келіп тұр. Қараңыздар, мен бүйтіп айттым: адамның өзі, мысалы, күнде ойлаңыздаршы, сіздердің арттарыңыздан бір ит жүре берсе, 5-6 күні бүйтіп қарайсың ғой, ана ит қайда кетті деп. И мен түсіндіргім келгені, типа, иттің өзіне, типа, сөйтіп жүрсе артынан қарайсың, ал адамға 2 ай бойы сөйтіп кездесіп сөйлесіп жүрсең, конечно, типа привязанность болады деген сияқты мағынада айтқан болатын. Адамдар оны басқаша айналдырып сөзімді итке теңедің бір нәрсе деп. Поэтому негізі сондай мағынада айтқан болатын. Типа күнде мысалы артынан бір нәрсе жүре берсе, соған қарайсың ғой бүйтіп деген сияқты. Ал адаммен күнде бүйтіп сөйлескен, это уже вообще одан да биік и привязанность деген сияқты мағынада айтқан. Так что солай. Қалай ойлайсыздар? Интервьюны толық көрген адам болса, сондай теңеушілікті байқадыңыздар ма? Бір өтіп қарап шыққанда өзі жайлы қалай қосылайыққа келгенін айтқанын естідім. Хайп үшін емес екенін айтты. Орамалды қыз ерекше көзіне түскенде байқап кеткен болатынмын. Ал пікірлерді көрсек, тек көп жақсысын көрдім. Ал енді оқып көрейік, не деп жатыр екен көрермен. Таужан бақытты бол. Өзіңе тең жалықтырмайтын, бірге қатар жүретін. Современный қыз, болашақ, жар тілеймін. Қосылайықта алғаш көргенде жыпылдаған суайт жігіт деп ойладым. Оказывается, сен білімді, сабырлы, басқаға пример бола алатындай керемет, современный жігіт екенсің. Тіл көзден аулақ бол. Аман бол. Бұрын инстадан көргенде Гуджанды жеңілтек, қызғыма жігіт ретінде ғана танитынмын. Қосылайықтан кейін пікірім өзгерді. Өте ақылды, шыншыл, пысық қарапайым азамат екен. Зарина мен өзінің басқа сезімтал түсін көрсетті. Меніңше сол түсі Гуджанға үйреншіксіз күй болғандықтан Заринамен таныстықты тоқтатты. Негізі Заринаға Гуджанның басқа бәріне беймәлім түсін ашқаныңа рахмет. Гуджан, бақытты болыңыз дейді көрермен.